Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің рецептім бойынша ұңғырдақ жасадым. Менің ұңғырдағым сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осындай ұңғырдақ жасап, сіздер өздеріңіздің меймандарыңызды қуана қарсы алып, жақындарыңызды, отбасыңызды қуантыңыздар менімен бірге. Ұңғырдақ жасау үшін маған ет керек, пияз керек, сарымсақ керек, сәбіз керек, укроп, сельдерей керек. Укроп пен сельдерейді салмасаңыздар да болады. Картоп керек, содан кейін дәмдеуіштер керек. Оның ішінде әмбебап дәмдеуіш, паприка, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз қосылған жылы су керек. Және әрине ұн керек. Алдымен біз ұнымызға жылы суымызды құйып, илеп аламыз. Мінекей біз қамырымызды илеп алдық. Енді бұны 10-15 минут тындырамыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді бөлікке бөліп, пешке кептіреміз. Кейбіреулері мантаваркаға бұқтырып жатады. Мен пешке кептіремін. Міне қамырымызды кептіріп болдық. Енді қазір кертеміз. Майымызды қыздырып, етімізді қуыра бастаймыз. Көріп тұрғандарыңызда ет қатты ұсақ емес, орташа қатты ірі емес. Тамақтың иісі мұрын жарады енді. Суымыз, етіміздің суы азая бастағанда, суала бастаған сәтте су құямыз. Он 15 минут етімізді қайнатамыз. Суымыз еттің деңгейімен бірдей болып тұру керек. Еттен көп болмау керек. Картошкамызды саламыз. Картошканы көріп тұрғандарыңыздай міне ірі, өте ұсақ емес, орташа ірі. Картошкамыздың артынан қамырымызды саламыз. Бағана кептірген қамырымызды. Қамырымызды осылай әдемілеп жайып саламыз. Ауа шықпайтындай. Қамырымыздың бетіне сұйық май құямыз. Шамамен 50 грамм. Қамырымыз шамамен 15-20 минутта пісады. Ұңғырдағымыз дайын. Менің ұңғырдағым сізге ұнаса,
менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны басып, менің жаңадан шыққан рецепттерімнен құр қалмаңыздар, бірінші болып біліңіздер. Келесі жаңа рецепттерде жолыққанша күн жақсы, сау сәлеметті болайық.